1 шілдеден бастап елімізде ипотекалық несие беру тәртібіне жаңа талаптар енгізіледі. Енді қаржы ұйымдары қарыз алушының төлем қабілетін бағалау кезінде ресми кіріске басымдық береді. Ал бастапқы жарна көлемі жоғары болған сайын несие шарттары да қолайлырақ болуы мүмкін. Баспанаға қол жеткізуді көздеген азаматтар үшін маңызды өзгеріс. 1 шілдеден бастап Қазақстанда ипотекалық несиелеудің жаңа тәртібі енгізіледі. Енді ипотека мөлшерлемесі азаматтың бастапқы жарна көлеміне байланысты белгіленбек. Егер бастапқы жарна тұрғын үй құнының 30%-дан асса, жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 20%-дан аспайды. Ал бастапқы жарна 30%-дан төмен болған жағдайда мөлшерлеме 25%-ға дейін жетуі мүмкін. Менің бастапқы жарнам 10%, ал сіздікі 30%. Бірақ бізге ұсынылған несие мөлшерлемелері бірдей болып тұр. Бұл әділетті емес деп ойлаймын. Себебі бастапқы жарна неғұрлым жоғары болса, банк үшін тәуекел азаяды және пайыздық мөлшерлеме төмен болуы керек. Ал бастапқы жарна төмен болған жағдайда керісінше мөлшерлеме жоғарырақ болғаны дұрыс емес пе? Жаңа талаптардың тағы бір маңызды тұсы, банктер қарыз алушының тек ресми расталған табысын ғана есепке алады. Яғни ипотека рәсімдеу кезінде ресми жалақы, зейнетақы аударымдары мен құжатпен дәлелденген өзге де кіріс көздері ескеріледі. Ал бейресми табыс пен расталмаған кірістер назарға алынбайды. Ал бұған жамбылдықтардың ойы қандай? Бірақ енді 30 деген көп қой, енді бізде пенсия деген аз, бізде мысалға мен кредитім бар. Негізі дұрыс қой, өйткені көбірек құйтасы ар жағында проценті де аз болады деп ойлаймын. Первоначалка 30% қазіргі халыққа қиын. Өйткені қазір бәрі қымбатшылық заман. Қалай болғанда да жаңа тәртіп баспана нарығындағы ойын ережесін өзгертпек. Бірі үшін бұл тиімді мүмкіндікке айналса, енді бірі үшін үйлі болу жолындағы талаптарды арттыруға ықтимал. Сондықтан 1 шілдеден кейін ипотека алуды жоспарлаған әр азамат жаңа шарттарды алдын ала саралап алған жөн. Бекзат Әшірбай, Айдос Құсаубек, Мейрамбек Сағынов, Қордай 24 News.